Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін осындай қатпарлы самсаның рецептісімен бөлісемін. Видеоны қарамас бұрын каналыма тіркеліп, қолдап, лайк басып кет. Алдымен ұнымызға тұзымызды, дрожжымызды құйып, суымызды құйып, бір келкі қамыр илеп аламыз. Қамырымызды илеп болып, пакетикке салып, 1 сағатқа демалдырып қоямыз. Бір сағат демалған қамырымызды 2-ге бөліп, жайып аламыз. 2-ге бөлмей, осылай бүтіндей жая берсеңіз де болады. Жаңа 2-ге бөлген қамырымыздың біреуін алып, жайып аламыз, жұқа қылып. Қамырымызды жұқа қылып жайып аламыз. Неғұрлым жұқа болған сайын самсамыз дәмді, қатпарлы болып шығады. Қамырымызды дәл осылай жұқа қылып жайып аламыз. Одан кейін үстіне ерітілген сары майымызды құйып, жағып аламыз. Менде сары майды көп құйып жібердім, себебі өзіме майы көптеу болған ұнайды. Кейін барлығын осылай орап шығамыз. Орап алып, бұны бір шетке қойып қоямыз. Екінші қамырымызды жұқа қылып жайып алып, бетіне ерітілген сары майымызды жағып, жаңа оралып тұрған қамырымызды алып, екеуін біріктіріп, орап аламыз да, морозильникке 1 сағат, 2 сағатқа қойып қоямыз. Салмасына менде фарш, одан кейін 2 картошка қостым. Картошканы қоспасаңыздар да болады. Пияз, картошка мен пияз екеуін көбіктеп, турап алып саламыз. Пиязымызды да майдалап көбіктеп турап аламыз. Бізде салмамыз дайын. Морозильниктегі 1 сағат тұрған қамырымызды алып, алдын ала шарып қоямыз, бір 15 минутқа. Одан кейін осылай майда бөліктерге бөліп алып, болған соң барлығын осылай домалақтап аламыз. Кейін осылай жайып аламыз, барлығын домалақ формасында. Одан кейін қамырларыңыз жабысып жатса, азырақ ұн сүйіп жайсаңыздар да болады. Мен барлық қамырды осылай формаға салып жайып аламын алдын ала. Одан кейін фаршымызды салып, өздеріңіз қалағанша формаға сала берсеңіздер де болады. Менде осылай 4 бұрышты формаға салдым. Дайын болған самсалардың үстіне жұмыртқамызды жағып, бетіне, одан кейін 180 градуста пісіріп аламыз. Самсаларымыз дайын.
өте қатпарлы, әлі қытырлақ, дәмді болып шығады. Рецепт ұнаса жасап көріңіздер, көңілдеріңізден шығады деген ойдамын.